Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өткенде жасаған әдемі карамелімізді әсемдейік. Ол үшін мен мата дүкенінен органзаның екі түсінен жарты метрден сатып алып, төрт бұрышты бөліктерге бөліп шықтым. Кесілген маталарымыздан карамелімізге юбочка жасаймыз, көйлекше. Ол үшін оны көлденең қиғашынан бүктеп, карамельге жақындау қылдырып, таяқшамызға әдемілеп ораймыз. Осылайша барлық карамельді орап шығамыз. Осы карамельдерге арнайы наклейкаға заказ беріп қойдық. Оған қазақша нақышта қыз баланың суретін тауып алып, есімін жаздырдық. Міне осындай әдемі қуыршақ тәріздес карамель шығады бізде. Ал сіздерге ұнап жатса, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Бұл жерде бүкіл отбасыңыз сізге көмекші болады. Міне достар, барлығымыз отбасымызбен жасаған карамеліміз өте әдемі болып шықты. Кез келген шашу, тойбастар, қоржынның сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Қолданыңыздар, пайдаланыңыздар. Мүмкін өз идеяларыңыз болатын шығар, бізбен де бөлісе отырыңыздар. Біз бұл карамельдерді ертең қоржынға саламыз. Қонақтарымыздың көңіліне шығатынына сенімдімін. Ең бастысы той иесіне ұнаса болды. Карамельдерді әдемілеу, түрлендіру жолдары өте көп. Келесі видеоларда тағы да бөлісе жатармын. Видеоны плюс қойып сақтап қойыңыздар және колокольчик қосып қойыңыздар. Жаңа видеоларды өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше достар.